네, 안녕하세요. 지금 бірге 로즈. бүгін бізде unboxing BTS-ның альбомы B. Біз бұны қай уақытта заказ берген есімде жоқ. Біз бір ай бұрын бұны бізде не басталды ғой? Предзаказ, сол кезде біз тапсырыс берген болатынбыз. Ол кезде Кореядан Қазақстанға деген, Кореядан ешқай жерге пандемияның кесірінен бәрі жабық болды, доставка деген анау-мынау деген болған жоқ. Сондықтан да біз оны бір қыздармен қосылып бірге тапсырыс берген болатынбыз. И бұл көп уақыт алды және де көп қаржыны алды десе де болады. Ұзын сөздің қысқасы, біраз уақытты, біраз қаржыны алды. В общем, біз бұны енді осы уақытта мен алдым. Қолыма түсті. Бүгін желтоқсанның 31-і. Сондықтан мен сізге ашып көрсетейін. Мен коробканы алып тастадым. Так что қай жерден бастап ашатын? Ашып көрейік. Мен тапсырыс берген интернет-магазин Purple Universe Story деп аталады. Если егер мен оны қателеспесем, Меруерт деген қыз тапсырыс қабылдады. В общем, мені ссылка описанияда болады. В общем, көресіздер сіздер қандай магазин екен. Мен сіздерге ашып көрсетейін. Өте әдемі, өте қалыңғап орапты. Ашу книга соғады. Окей. Так, бұл жерде Виверстің подарка болуы мүмкін, екен біз Виверстен заказ бергенбіз. Виверс. Я айттым ғой. Виверстен сыйлық. Вау! Виверс шоп. Вау, круто. Предзаказда Виверстен сыйлық келеді ғой, осы сыйлық. Виверстен сыйлық, а мына жерде бидің өзі. О, карточкалы. О. Сыйлық, сол интернетте келген сыйлық. Жіптан, көрейік. Групповое фото. Аремнің фотокарточкасы сыйлығы. Вау, спасибо за заказ дейді. Милота. Дальше, бұл сол интернет-магазинның, мен дұрыс айтқан едім, Purple Universe Store, сол магазинның визиткасы. Мына немен өтсеңіздер болады, QR-кодпен. Өте әдемі не екен. Визиткасы өте әдемі екен. В общем, сыйлыққа біз фотокарточкалар алдық. Би альбомы өте ауыррақ екен. Сізге көрсетіп жіберейін. Мынандай. Мына жері мынандай қалыңдықта. Мына жерде сөздер жазылған ағылшынша. Мына жерде бізде былай B и BTS-ның логотипі. Артында бізде комса дейді ма, қалай айтады, білмеймін, короче. Big Hit Entertainment. В общем, мен бірінші мынадан бастайын, потом Виверстің плюшкасын көрсетемін. Мне кажется, бұл блокнот сияқты. Ура! Блокнот пайдаланады, бидің блокнотты сүйш. Ал, біз ашып көрейік. Ох, май гад. Мен әдейі басқа нелердің анбоксингдарын көрген жоқпын, поэтому ішінде почти ұмытып қалдым уже, ішінде не бар екен. Тапсырыс берген кезде біз білдік ішінде не бар екен. О, матовый. Материал матовый. Вообще қытыр етіп жатыр. Как это открывается? Мына жерінде не бар екен, магнит. Так, посмотрим. Фотобук. Такой толстый. Мясо. Вот. Материал көрініп ғой. Қандай материал? Уа, обожаю запах.
Так. Это что это? Making book шығар, иә, making book. Making book. На жерде менің нем тұр, так что я не буду показывать. Бұл жерде QR-код, короче, QR-кодта Виверстан не берет. Сканировать етсе, скидка берет келесі тапсырысқа. Поэтому я не показываю. Making book. Ой, бай, на жерде какой-то карточкалар бар, тоже не... Вау! Бұл алтынки. Вау! Бірақ на жерде не болған? Понятия не имею, что-то бірдеңе төгілген сияқты, но... Красота. О, это диск! Боже мой! Ептіда! Мәссаған! Диск такой красивый. Бұл былай тұрды. И былай. Мына жерге можно картинку ставить, да? Бұл плюшкаларды мен тағы көрсетемін потом. Трек-лист. Бүйтіп түсірмесем мен қолмен ала алмайсың. О! Мне кажется, это не трек-листпен мынау плакат. Пока оны қоя тұрайын ба? Бірінші қайсын көрсетейін. А у меня глазки разбежались, блин. Ладно, столько всего. Ладно, біз дискті көрдік. Ладно, дискіні мен положу сюда. Плюшкаларды я потом көреміз. Бірінші фотобуктымыз. Фотобук. Да-да-да-дан. Да-да-да-дан. Бисмилlah. Блин, фокус-то так что мне надо следить за ним, чтобы он фокус держал. Вау. Ойлап қоямын, неге мынау сурет сондай размытый деп. Сөйтсем мынандай қағаз бар екен ғой. Вау. Еппіда. Дальше. Цвета красивые. Что цвет берілген? Әдемі. Маған аватарка стилінде осы суретті қию. Самый қиын осы суреттер қию. Вау. Деп. Қалай көрсетерін білмеймін, еттер просвечивает. Без... Вау. Без этого я... Хобби. Ептіда. Вау. Фильм, не сияқты, фильм бірдеңе деп айтады ғой, бұны қалай түседі. 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손잡. 와우. Джин. Бірде бір бетті қалдырып кетпейтіндей. Вау. Бұл разный стильда істелінген фотобуктың ішінде. Мә, такой толстый. Ептіда. Өте әдемі. О, кстати. 뭐야? Как будто менде мына жері клейленбей қалған сияқты, и получается на жерде пустое место.
Надеюсь, құламайды, өйткені ортасы жағы кетейін деп жатыр. Или екі кітапты қосқан ба? Шикарно! Вау! Вот это качество! Видите, какое качество? Световая схема. Вау! О, шикарно! Просто шикарно! Вау! Айтарлық сөзім жоқ. Мәссаған. Самый красивый фотобук для меня. Не, кешірім сұраймын, маған тағы да откладывать етуге тура келді, и мен бүгін тағы да қайта оралдым. Кеше бастап едім, фотобукта жартысында тоқтап қалдым, и қайтадан түсіруім керек болды. В общем, біз қай жерге тоқтадық? Фотобукта тоқтадық, иә? Мен бүкілін тез жинауыма тура келді, сондықтан да қайтадан мен сіздерге көрсетемін. Біз фотобукқа келдік. Так, фотобукта біз Джонгуктың фотосына келдік, иә? Пока мен жап отырайын. Джонгуктың фотосына келдік. Ой, 31 күні мен бастап едім, бір күні қайттан жалғастыратын болдым ғой. В общем, бастап алдым да жалғастыру маған мүмкін емес болып кетті. Джонгукқа келдік. Джонгуктың фотосы фотобуктағы ары қарай кеттік. Осыны мен көрсеттім ғой деймін егер есім. Осы фотоны көрген жоқпын мен, это точно. Портрет фотосы. 예쁘죠? Дальше. Мен Джонгуктың фотосымен аварсадым, Джиннің фотосымен аварсадым, и Шуганың фотосымен аварсадым, ойдым, егер есімде болсам. Вау! Вау! Я, 진짜. О май гад! Джонгука больше. Вау, вау. Фильм фототищ. Окей. Опа. Неудобно. Ой, мой любимчик, самый любимый человек. Вау. Маған лампа алу керек еді настроенный. Вау, божественно, божественно. Вау, я хочу это фото себе. На сотовыйға фотоны хочу. Өте әдемі. Дальше кеттік. Вау. Әртүрлі стильде. Фотобук маған ұнайды определенно. И это запах. Я, 진짜 예쁘다. Вау. Маған серги. Сырғасын қараңыздаршы. Вау. Ладно, дальше. Оп. Мен екі фотобукты қосқан ба, немене екен білмеймін. Мына жақ шеті уже менде бөлініп жатыр. Черно-белый. Черно-белый деген қазақша айтсаң қара ақ суретте. Қара ақ сурет. Фильм сурет. Вау, вау. Вау, фотобук шикарный. Это стоит своих денег. Просто нет слов. Намджуни. Вау, на фото больше всего качественный. Вау.
Вау. Так, дальше. Вау. Вау. Давай фокус-то. Все неудобнее и неудобно держать его. 이 사진 보세요. 주간 브라운. Та-дам! Вау! Вот это свет к лицу. Жында. Купсты. Блин, мне фотобуки керуют. Завтра вообще понятия не имею. Что это такое? Ай, 불편해, 진짜. Вау! Вау, 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 вау. Так, бүйтіп ашып отырайыншы мен. Хе-хе-хе. Қара ақ сурет. Черно-белое фото. Вау. Мне нравится мынандай размытый қылып істеген күшті көрінеді. Мен камерамды түсіртейінші. Где 보세요. О, более-менее. Уа. Окей, фильм фото. Блин. интернет өшірмесем менде тағы да уведомление анамнан келе береді, сосын мен отключила интернет. бізбек тихонға 뭐야 이게 뭐야? осылай болу керек па? Понятия не имею, почему он такой. Неземная красота. Вау. Ну, сурет өтеді. Полароид дей беремін мен, бұл портрет фото деп тұрғын. 예쁘다. Уа. Мен айтарға сөзім жоқ, поэтому я не буду комментировать, я просто буду показывать. Білмеймін, но фокус таптырма, саптырған жоқ па? Черно-белый фото от Тихонидің. Уа, фильм фото. Осылай көрсетпесем менде просвечивает. Маған настольный лампа керек, чтобы свет күшті түссін деп. О! Качество что? О, групповое фото, групповая. Групповуха тищ. О, Петя. Не
понимаю. Ұстап тұр ма? Ұстап тұрған жоқ па? Фокус. Вау. Мынау вроде біз көрген тизер фотодағы, иә? Сол ма емес па білмеймін, но похоже. О, кредит. Уже кредиты. Так, көрейік. Продюсер, music production дейді. Ярам Аниньо. ANR. Альбом дизайн 김남준, 이순경. альбом дизайны 김남준. Production coordination 김석진. 오, 민윤기, 정호석, 전정국. Я не знаю, что за production coordination. Артист менеджмент деген бұл бүкілі ғой дейме? Ким Субин дейді, Ким Дэйон. Короче, продюсерлер. First photo, second photo, stylist, hair, makeup, print дейді. Дальше мына жерде сол нелерді дағы. СНС. Бекиттің СНС-тары. Черная бумага и би. Дальше мына жерде қарасаңыздар менде мынандай болып тұр. Это специально так сделали, да? Не понимаю, что за. Ішінде не екен, ары қарай көрейік, өйткені фотобук все еще не закончен. Буя. Life goes on. Like an echo in the forest. Like an arrow in the blue sky. Не, надо не. И получится. Надо и фото. Біреу айтты ғой мына жерде Джонгук қолмен басып тұр деп фотоға түсірген кезде. Получается, бұлар өздері түсірген. Мне кажется, екінші фотобук олар өздері түсірген. Фотолар. Я, мына жерде камера тұр ғой. Йо. Черно-белый. И наш тоже атмосферно-эстетичный. Да. Эстетично и атмосферно. Мне кажется, анбоксинг будет занять очень много времени. Менде ключевой момент то, что мен сіздерге бүкіл фотобуктың бәрін ішін көрсететін. Қалғандары істегенде көрсетпейді ғой, получается, а я показываю. Охо. Ким Тэхён. Уже біз көрмеген фотолар идет. Бұқтан үшін кешіп тұрайық. Вау. Вот. Спина болит. Буя. Смотрите, что у меня. Уже страницы. Уже кислотер. Надай на жерде. О. Better way деп қойыпты на жерде. Вай. Епада. Ладно, придется. Видите, на жире уже кетіп отыр. Либо мен жарттым бұны, либо качество не очень. Блин, аккуратно надо. Епадаң. Менде уже жыртылып жатыр мына жер, уже кетіп қалды мына жерде. Страница, видите? Фокустамай тұр. Все-таки видно.
Жongkoktун фотолары кетти. Колунда не екен ғой фотоаппарат. Тизер есіме түсіп кетті. Бірінші рет біреудің фотосын көріп қалдым. Жа-жа-жа-жан. Жа-жа-жа-жан. 귀여워. 김남준. 예쁘다. 맨날 мен страницаға түсіп жатқан жерді көрсетейін мен. Астыңғы жағын екен. Хорошо, что это үстіңгі жағы да емес. Я не люблю, когда они... Я... 우쭈쭈. 이거 귀여워. 이거 맞다. Осы маған ұнайды. Және зеркало айнаға түсіргендері. Очо. О, побольше. I just found a better way. Я хочу все эти фотки сканировать, что ли. Лондон. What's that? О! Стоп. J-Hope. J-Hope емес па бұл? J-Hope'тың үлкен фотосы қайда? J-Hope. 여기 있네. 이야. 어여. Просвечивает. 두근두근. 어? Вот, мына жер жіппен тұр ғой. Жоңгук жіппен басып тұр. Саденчик. Hauna, 2, 3. Ойбай. А вот, держит. Так. Ну, куди? Щука. Вау. Маған осы позам нравится. И... О! 예쁘다. Эстетика. Вау. Эстетично. Мына же плюшка көп, сондықтан да, мне кажется, видео өте ұзақ болады. Но мен ұзартпауға тырысамын. Мына же еще мейкинг-бук бар біз көретін. А бұл пока все фотобук. Ағылшынша онша емес, так что не буду читать. Ну. Ой, залипаю. Все больше и больше. Вау. О, их вот такие. Ангоя. Как это сделали? Получается, это айна. Он алдынан кім түсіріп тұр. Так он не түсіріп тұр ау деймін. И J-Hope пен Джонгук позирует. О, жында. Бүкіл детевенің фотолары. О, дайте мне это фото в качестве. Хочу.
Джиния. Ретро ән бар ғой сондай. Мне кажется, это популярный болды. И ол мамада меді или Мелон Music Awards'та меді награда алып еді ғой. Джиния. Вау. Вау. Эстетика. О. BTS эпизодты осылай түскендерін көргенмін мен. Эпизодты көрген болсаңыздар, каналға жіберді ғой BTS эпизодты, сол кезде осындай фото түсіріп жатқандарын көргем. Вау. Красота. Просвечивает, поэтому я осылай көрсем. Вау. Айтырға сөзім жоқ. Мэна. Что заметила? О! Вторая команда. Юнит десейші. Юнит. Юнитпен, мне кажется, тут. Из-за экзаменов менде альбом тыңдау уақыт болған жоқ, поэтому я не помню кімде қандай юнит болғандарын. Либо бұл альбомдағы юнит бойынша түскен, либо басқа нәрсе. Мен бесім. Еппіді. Бұған мынандай очки жасады. Нельзя быть таким еппім сарамиром. Вот такие. Шынымен стильді. Еппіді деген түсінетін шығарсыздар. Өте әдемі. Пожалуйста. Усташа. Фокус Усташа. Осау дейме? Бар ұстай алатын фокус. Эпизодта көрген фотолар. On my pillow, on my table, yeah, life goes on like this again. Осылай көрсетейін мен, потому что не видно. Әлбеттер, уай! Вот такие. Вау! Если был черно-белый у тебя один болса, а цветной болса, вообще жынды болады ғой. 내맘 같은 하루들 종일. Я никак не ожидала. Осылай ақ қара беттердің арасында бір қызыл бет. Ұйымада 진짜. байқаңдар, дайындалыңдар деген сөз. Danger. 와, 헷갈리게 하지 마. 예쁘다. О, мне нравится қызыл беттер кетті. Леопардовый просто бомба. Вау. 매번 같은 하루가 종일 너를 BTS эпизодта көріп қойды оның бәрін. Белые листы. Еще, да?
Значит, мына жерде екі фотобукты алған. Мне кажется, мына жердегі фотобуктар олар профессионалды түрде фотоға түскен. Недегі өздерін түсірген адамдары фотобуктары, ал мына жақта олар өздері түсірген фотобук, мне кажется. Өйткені Джонгук қолына ұстап тұрды ғой бағана. И бұл жақта өздері түсірген фотобук, и екі фотобук получается. Менде мына жер уже жыртылып жатыр. О май гад, видите? Катастрофа. Вот. Собственно. Видите, на жер тоже. Мне кажется, нам на же клип тұрды. А я просто его вытащила. Когда мен бүйтіп көрсетіп кезде, мына жерлер ұралынып кетті, видите как. Ладно. Тірі болшы. Хоть аман болшы десеңші. Так, фотобукты біз біттік. Келесі бізде мейкинг-бук. Мен мына жерде сіздерге дискті алдында көрсеткенмін. Мына жердегі дискіні көрсеткенмін мен. Фотобук бізде мейкинг-бук. Мына жер нелер қалған. Плюшкаларды так көрсетемін мен. Мейкинг-бук. Мейкинг-букта бізде не бар екенін мен білмеймін. Но примерно я знаю, что там, өйткені мен бір жерден фотоларынан көріп қалғам. Ой, айго. Просвечивает. Вау. Что еще есть тут? Ана жердегі олар альбом істеген кезде жазған заметкалары, жазған планировкалары нелері, и получается сосын оған фотоларын қоя салған. Вот эта идея крутая. Мне кажется, бұл алып, мына жерге қойып, сканерлеп, сосын кейін бір бет шығарған. Либо на беттаны сканерлеп, на үстіне фото қоя салған. Вау. Качественно. Сөгөтіп отыр. Келесі. Джонгук. Вау. Прям в сердце. Вау. Дальше. Утю. Не стиватор. Видео серватор, мне кажется. Прям что мейкинг-бук, красота, эстетика. Опять же. Ой, Намджун. Вот Намджун дракан шама. Заметки. Мен бұлардың почеркаларын түсінбеймін, так что я не буду читать. Вау. Шикарно. Вау. Kutakani Gori. It's been so hard to love me. Yeah. Вау. Вот это произведение искусства. Одним словом. Ой, кого я вижу? Бактиминмен. И Рэм. Оппа, деп айтпаймын ғой енді. Все-таки это странно. О май гад. Эстетика вот это. Акьё. На фотоны өзіме фото түсіріп алмасам. Killing me. Бірдеңе. Let me. Әдемі жазу. My blues. Кто-то играет скрипка, да? Тэхён. Что тут они делают? Yes or no? Wow.
мына же тоже like an echo in the forest. То харуду. Кешірім сұраймын. О, даже мне кажется, почек 생각이 많다. 쇼. Every day. Вау. Я обожаю корейские эти. Стасаиш. Фокус стасаиш. Уи. 와. 이게 보세요. 전종국변 전화석 екчондар. Действительно, стей. Стейк, что? Стей очень классная песня. Blue and Grey просто. Айтар сөз жоқ. Все, making book. Making big. Трек-лист покажу я вам. Трек-лист. О, такой большой. Так, мына жерден ашсақ, біз мына жерде Life goes on, 내 방을 여행하는 법, Blue and Grey, Skit, 잠시, 뿅, Stay, Dynamite. Blue and Grey вообще 내 방을 여행하는 법. 난 қайтадан маған тыңдау керек, өйткені менде уақыт болған жоқ вообще. Экзаменнен кейін рэп, Шука J-Hope, RM мына жерде. Үйлердің арасында продюсерлер. Life goes on мына жерде. Окей. Так, мына жерде бізде Шука J-Hope тұр, RM тұр, Produced by деген жерде. Background вокал Jungkook. Рэп RM мына жерде. Тоже. В общем. Ох, мне надо. Как мне передать все это? О май гад. Отаке. Ай, вот здесь Blue and Grey. Ну же, Корн Сигер. Blue and Grey да бізде тоже Шука RM J-Hope. Мына жерде күшті соққы. О, как мило. Миссию Ами. 내 방을 여행하는 법. И дальше. Он добавит еще, чтобы было видно. Пяу. Даже как-то рисунок тарбарниче тролля. Background вокал Jungkook. мына жердегі produced by Шука, P-Dog, RM, Jimin, P-Dog дей беремін, P-Dog, J-Hope. Бірінші рет мен солай оқығанмын атын, сосын сол қалпы сөйтіп айтатын болып кеткенмін. 잠시. Уста, давай. Камера не слушается меня. Ой. Stay. самый. Jungkook, RM, Jin. мына жерде Produced by деген жерде. Stay деген трек. Background вокал Jungkook RM. Jungkook RM, вы помните? BTS-ке 3 жыл болған кезде тоже No you love me, go somewhere I love you деген өлең айтқан. И еще екеуінде Full'дың кавері болды. Еще тағы бір дегендер болды, я помню как. Ви мен RM'ның коллабы вообще керемет болған. Dynamite.
мына жердегі не әдемі екен. Мына жерде де красота. Мына жерде түсініксіз. Мына жерде тоже. Мына жерде жазу. Красиво. Мына жерде тоже. Уи. На каждый жазған шығар өздері. Артында. Вау! Вы что? Я не ожидала. Так, не былай қоямын, көрінсе. Вау! Такие, ой, господи. Мен қазір жылаймын. Мынаны іліп қойсаң өте әдемі. Мына жерде жігіттердің фотосы үлкен. Определенно бұл альбом өзінің бағасында тұрады. Точно айтам. Мына жерде жазылған thanks to деп. И мына жерде олардың алғыстары білдірілген. Короче, бәрін көрсете алмаймын. Ладно, бір рет осылай көрсетіп шығам. Мынандай үлкен полотно. 진짜 고맙다. Не зря я собрала денег. Ақша жинадым ғой мен бұл альбомға. Бірақ мен ол кезде білген жоқпын, что олар альбомды өздері істейді деген. Ондай сыбыс білген жоқпын. Мен просто ақша жинадым оларға, чтобы мен қолыма бұл альбом түссе екен деп. Ой, плакат. Ой, плакат. Плакатты давайте мен соңында көрсетейін. Ба? Или қаз көрсетейін ба? Короче, он большой. О, вау. О, красота. Мынандай үлкен плакат. Мен оны камерамды одан әрі кішірейте алмаймын, поэтому не көрініп тұр соны. Қараңыздар. Качественный он такой. Большой, качественный. Бұл қалай бүктеліп тұрды енді, мен бұны қалай бүктем қазір. Вот такие. Мына былай болды. Былай. Все. Былай болды. Короче, мен қайта салып қоямын. Мендегі плюшкалар. Это неужели? Что это? А бұл не? Бұл не сонда? Құрастыра ма? Или бұлар өздері түсірген фото ма? Қандай? Айнада түсірген екен. Бірақ ана жерде кім не түсірген жазылмаған, так что я не могу ничего сказать. Эстетика просто. О, щуканыкі. Мынаны біз білеміз, бізде қиын кездер болып жүрді. Сол кезде бізде щука рисованиямен айналысты. Басында мен түсінген жоқпын, ол не салып жатқанын, сосын кейін бірақ түсінікті болды ғой деймін. И бұл осымен біраз қиналдым мына ақ нәрсені сызуға. Менде де бір копиясы бар енді щуканың несін. Вау. Не знаю, кто. Әдем көрінеді екен. О, сын қалған ба не? А это просто айнек қой деймін. Терезенің айнегі. Окей. Дальше мынау менің Weavers Shopқа істейтін QR кодым. Мына жерде карточка бар. Жеті карточка, ойбай, 8 карточка болады ма, 7 карточка болады ма? А мынау полароидный фото сияқты.
어디 бүгін де сердечко. О, как светится. Ути. Так, бірінші Димитр. Красиво. Би. Но өз қолмен жазған шығар, әрқайсының артында өз қолмен жазған шығар. Вот это каждая деталь придумана. Вау. Шуга. О. Я, бәрі каждый өз почеркімен жазғандар ғой. Получается, на жерде тоже өз почеркісімен жазған. Джинде жазады ма, Шуга Динде жазады ма? Жоқ. Диван прикольный. Красивый почерк. Джунгук. Менен бірақ жасылкен ғой Джунгук. Но он уже такой, намджа, такой большой. Квадратная улыбка. Кьё. О. Ой. Аре. О. Қайталайды қарай берген. Yes. Джин, 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 джин. Джин, джин. Джинның жазуы. И дальше. Групповая. Точно, бұл жерде 8 штук болады еді. Янында 7 штук болады деді. Мен ойлағанмын, аның артында өздерінің суреттері бар деп, бірақ артында ештеңе жоқ екен. Это как воздушный поцелуй. Мына жерде джин басып тұр, видите? Джин кнопканы басып тұр. Біз магазиннен осындай пушкалар алдық. Маған осы эра өте қатты ұнайды. Скоро бізде спрингдей болады. Әлі әзірге, конечно, бізде қазір январь спрингдей жоқ. Но, в общем, скоро будет. Маған мынау қатты ұнап тұр, сырты прям ламинированный, мне кажется, это ламинировали. Я ламинировать еткен. Прям, а то былай жылтырау мүмкін емес. Глянцевыйдың өзі, бумаганың өзі ондай емес. И мына жерден ұстасам, да, ламинировать еткен и кескен получается. Вот это идея, ламинировать и кескенде прям жылтырап тұрады. Так, бізде ответственный момент Виверстің плюшкасын ашу. Вау. Так, мына жерде өте аз екен. А просто рука с рукой. Қолмен. О. Мына жерде жазатын бірдеңе бар ғой. Не видно, да? Ладно. Не видно болсам, не видно бол. Не видно болғанда кейін деймін бе. О, мынандай нелердің сырттары болады ғой. Ладно, не буду. Жоқ. Обожаю открыть такие вещи. Новые заттарды ашқан жақсы көремін. Поэтому я снимаю анбоксинг. Поэтому я покупаю альбомчики. О. Мына жерде тоже ақ версиясы. Ой, ақ версиясы. Ақ беті, арт жағы. Виверс шоп. Мен армикитім келді, поэтому скоро тоже ожидайте деймін ба. Нені анбоксингді Виверстан алады деген ой болған жоқ менде. Поэтому бізде альбом кішкене қатты қымбатырақ болды. Ішінен екен көрейік. Я. Буяйко. Life is dynamite every day. 1, 2, 2 step.
мына жерде бүкіл өлеңдердің отрывоктары, мне кажется, как я поняла. Артында логотипті көріп тұрсыздар ма? Шикарно. О, она с логотипом. О, даже жалко, наверное, не стил. Жазу буган. Еще с этой стороны тоже. Еще на обед. Прям мынау прям мотивирует. О, Виверстің открытка вот деген осы екен ғой. Виверстің открыткасы. Шикарно. Шик-шик. О, я Виверстің открыткасы. Открытка здесь открытка екен. Такое облегчение. Оп, упс. Басқа такой, да? О, я буду использовать его часики. Так, мен сізге іштерінен көрсетейін. Тағы не болды. Бұл бізде бірінші фотобук. Making book. Диск. Я не знаю, это вот так будет, либо на жерге. Ну, как щуканы қойып көрсетті ғой. Иросуду ису. Пока непонятно, что тут. Щука көрсетті. Біреу көрсетті. Диск. Трек-лист. Ішінде көп нәрсе. Мен еще фотобукты түсірдім, оның ішінде қаншама нелер. Мынаны қалай айтатынын білмеймін. Полароид беді, полароид фото меді. Сосын мына жерде 8 карточка. 8 карточка групповой и әр мембердің мына жақтан көрсетейінші карточкалары. Дальше. Мына жерде жетеуінің өздерінің қолдарынан түсірген, істеген фотолары, мне кажется, жетеуінікі. О, упс, менің Виберстің несі. Мына жерде көрдіңіздер плакат. Ой, тағы бір әнсе кетпін. Столько всего. Сосын Виверстің плюшкасы. Открыткамен Виверстің блокноты. Но өзі біраз ауырлықталады екен. В общем, ішінде көп нәрселер бар. Сіздерге көрсетіп қояйын. Бұл альбомды алу үшін біз біраз уақыт терледік. Және де почтада болған кезде біз примерно 15 адам тапсырыс бердік. Мен қазір магазинді описанияға қалдырам. Бұл Purple Universe Store. В общем, бізде бұл жерде Мильверт деген қыз жұмыс істейді. Біз оны Мика деп атаймыз. Ол магазин жақында ашылды, бірақ сенімді магазиндердің бірі. Сондықтан да сіздерде болған тапсырыс берсеңіздер болады. Админ өте жақсы адам. Тағы не десем екен? Жаңа жыл ғой. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Осы жаңа жылда жаңа табыстар және қиын күндер артта қалсын. Конечно, бәрімізде тезірек бұл ненің кеткенін қалаймыз. Қиындықтар жоғалып, бәріміз еркін сондай бір жақсы уақытымыз қайттан келгенін қалаймыз. Мен сөзге жақсы емеспін, так что кейде өз ойымды жеткізе алмауым мүмкін. Өйткені мен көп сөйлемеймін. Өзім жүретін адаммын. Мен екі фотокарточканы қоймаппын ғой. Сіздерге анбоксинг ұнады деген үміттемін. Менде осы жылы оқу бітті. Мен енді кішкене қолым босауы мүмкін. Фотошопта мен тек қана ақылы тапсырыстарды қабылдайтын болдым. Өйткені мен бесплатно тапсырыстарды орындап жалықтым, уже шаршадым. Мен нервымды құртты точно.
Мен жаңа жылдарыңыз құтты болсын деп айтып келе жатырмын да басқа нәрсеге аударып жібердім. В общем, армандарыңыз орындала берсін. Ешбір қиындықты жеңе біліңіздер. Әр қиындықтың артында керемет. Әр қиындықтың артында не дейді? Қуаныш бар дейді ғой, үлкен қуаныш. Күн жаңбыр жауғаннан кейін всегда оның артынан күн шығады дегендей мотивация алыңыздар. Бізде уже осындай мүмкіндік беріліп отыр өз-өздеріңізді дамытуға, сондықтан да өз-өздеріңізді дамытыңыздар дегім келеді. Оқу, конечно, қиын болып кетті, но қазір кішкене демалып алыңыздар, одан кейін күш жинап қайтадан жаңа жылда жаңа күшпен жұмысқа кірісейік. Менде оқу бітті, мен енді оқуды қайтадан жалғастырамын деген ойда емеспін. Маған уже тойып біттім. Магистратураны оқу деген менде ойда жоқ, сондықтан да мен өзімді фотобук жасауға, дизайн жасауға және тағы да сондай бірдеңелерге не істейтін боламын. Лайк, коммент күтемін, подписка күтемін, әлде мен бірге боласыздар деген үміттемін, әлде мен YouTube каналды тастап кетпеймін деген үміттемін. Просто экзамен болғаннан кейін мен оны тастап кеттім уақытша. Менде уақыт болған жоқ. Енді уақыт болады деген үміттемін. Уақытты планировать етіп үйрену керек. Сонымен көп сөйлеп кеттім. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Әлде менімен бірге боласыздар деген үміттемін. Жаңа жылда жаңа табыстарға ие болайық. Рахмет менімен бірге болғандарыңызға, және соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.